Не дұрыс болмай тұр сонда? Дүние жүзінде қанша туалет бар? Қошы шоң санаппын ма мен оны? Екі туалет бар ғой, біреуі мужской, екінші женский. Криледі. Түсінсің ба? Арқаңда маса тұр. Ертең туған күнге кім барасыңдар? Мен өзім жалғыз. Малсың ба? Ауырама не? Иә даш. Әкел тағы да тойын онда. Жүрсе бақытжан ел өзіміз кіріп шығасыз. Қой брат, мен ұялам одан. Қой, ұялатын ақшаң көп па не? Нас? 60-90 қанша бар? 120. Көтіңді қыста ежіне. Құрметті қазақстандықтар, қазіргі таңда елімізде онша емес әзіл айтатын жастардың саны күрт көбейіп жатыр. Әсіресе ауыл аймақ, аудан, райондарда. Бұл вирус үлкен қалаларға тарамауына бірге ат салсайық. Мына бала қайда жүр екен, уайымдап тұрмын. Келе жатқан шығар. Шалынып қалмаса болар еді осы. Бір мұрты бар ағай келіп жағасынан тартып, «Ей!» деп қалмаса болар еді. Ей! Сол ағайдан қашып құтылып кетсе екен. Қашам деп машина қағып кетпесе екен. Есін жинап жыламаса екен. Бірақ оның тұратынына сенімдімін. Еңбектеніп келе жатқанда қасында біреу тик-ток түсіріп тұрмаса екен. Мына бала тез келсе екен, уайымдап кеткен емес. Балам, қайда жүрсің? Уайымдап жүрмін ғой. Уайымдамама ма? Не болған ана көзіңе? Бәрі нормально. Енді қара экран шықпаса екен. Ой, мама, я бухаю сигаретку. Сенің білгіш досың. Досым дертке қызын сөйлесіп жүрмін ғой. Қойшы досым. А? Не қылды? Қойшы. Көре алмай тұрсың ба? Досым, мынау фейк аккаунт деймін саған. А? Мынау бар ғой, біздің райондағы бір бала сен приколға қысы келіп жүрген әшейін білесің ба? Досымыз семіргенге дәрі алып отыр едім ғой. О, ақымақ досым, дәрі пәрі гейнер мейнер деген қойсаңдар, сол кері әсері болады денсаулыққа. Мен құлақ айдын досым, ішті ғой, не болды? Сұрасаңдаршы, кішкене бізден білеміз ғой. Мен таңға ұшқой магазиннен шығып келе жатырмын ғой. Досым деген настроение жоқ. Жаңа қызымен екінші қосылмайтын ұрысып қалдық қырылып. Досым, оның құны жарты сағат қой, жарты сағаттан отырасың ғой, жаным, күнім, айым деп қойшы досым. Мен білемін ғой, айымдамаса. Родной, біздің мақсаттың әйелі өзінен 3 жас үлкен ғой, білесің ба? Еще 93 жылғы сотталған ғой. Қақтан білесің осындай нәрселерді? Менен сұрасаң, родной. Осыдан ғой, родной, кіріп шығайын, Брат, 10 этаж, 49 квартира ма? Мен қызым үйін қақтан білесің сен? Білемін ғой, родной. А? Бергеші сен бе? Қаз, брат, не болды, брат? Жо, бергесей? Брат. Жо, бергесің, Қас. Яр болмай жатыр. Мама! Елім дегендер қамын жегендер ал. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Елім дегендер қамын жегендер. Бірақ мен өз музыкаларымды қояйыншы. Я қоя бер. Елім дегендер қамын жегендер ал. А теперь передаем слово Султану. Ал енді мен тілекті қазақша айта берейін, е? Рұқсат болса. Ал армандарың орындала берсін. Елім дегендер қамын жегендер. Негізге белі шақа неместі осы тұрған ұтарғыз бірға беріне. Тамби мен рептилоид қазақша сөйлеп тұр ғой. Мықты жігіттер. Егерде 17 ғасырда Инстаграм болса. Ассалаумалейкум қазақ елі. Егерде осындай керемет етіктердің егері болғыңыз келсе,
Онда обувь отырар парақшасына тіркеліп, осындай етіктерге тапсырыс беріңіздер. Мынау соғыстан қашқанда өте ыңғайлы. Наурызбайдан десеңіздер 10% желілдік бар. Қайырлы таң қазақ елі. Бүгін Алтын Ордадан Қашқарияға шығатындар бар ма? Бір бер жеретін зат бар еді. Наурызбай, алдында сенің атқан қырмызы деген қыз бар ғой? Соның қолынан ұстадың ғой. Құрметті қазақ елі, бүгін бәріміз білетіндей ноғайлар мен қалмақтар соғысады. Аксанбай бет қалмақтарға 3 коэффициент беріп тұр. Мен өзім 2 бас сиырды қалмақтарға қойдым. Наурызбай промокодымен кірсеңіздер, бонустар бар. Құрметті батырлар, жылқы алдыңдар ма? Кезінде қастарында жаяу жүрген батырларымды ұмытпаңдар.